әріптестермен құрметті ауылдастар. Бүгін мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына 30 жыл толды. Мемлекеттік рәміздер тәуелсіздігіміздің негізгі нышандары. Сондықтан оны аялау баршамыздың міндетіміз деп санаймын. Мемлекеттік рәміздер еліміздің ең қадірменді, ең қастерлі символдары. Аспан түстес байрағымыз, ел таңбамыз бен әнұранымыз әрбір элементтерінде әрбір азаматтың отанға деген махаббаты мен арман мұраттары жатыр. Біз сияқты әрбір жастар отан сүйгіштікті дәріптеп, елі мен жеріне адал қызмет етуге, Қазақстанның патриоты болып қалыптасуына үлкен әсерін тигізеді. Рәміздерге деген құрмет, оларды бойтұмардай қастерлеу ерекше сезіліп тұрылуы тиіс. Рәміздер арқылы еліміздегі бүкіл әлем таниды. Өйткені онда қазақ халқының басынан өткізген тарихы, мәдениеті, дәстүрі көрініс береді. Елдің жарқын болашағы тірегі біздей жалынды жастар. Мемлекеттік туымыз, елтаңбамыз, әнұранымызды ұлықтау керек екенін әрдайым қолдаймыз. Бүгінде біз, қазақстандықтар, жаңа Қазақстанның құрылуын табалдырығында тұрмыз. Біз Ақтоғай ауданының жастары, ауданымыздың және тәуелсіз мемлекетіміздің одан әрі дамуына күшімізді салатынымыз анық. Баршаңызды референдумға белсене қатысып, жаңа Қазақстанның құрылуы үшін азаматтық ұстаным білдіруге шақырамын. Біз жастар жаңа Қазақстанды қолдаймыз. Баршамызды бүгінгі келіп жеткен рәміздеріміздің 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.